Құрметті қалай, Қазақстанда тіл үшін таластың түбі көрінбей бара жатыр. Жақында өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Әлеуметтік желіде кеңінен тарап кетті. Яғни видео. Бұл қандай видео? Бұл депутат пен Қазақстан темір жолы компаниясының өкілінің арасында болған үлкен диалог. Бұл диалог кезінде байқайтынымыз, депутат қазақша сұрақ қояды әлгі компанияның өкіліне, сөйтіп жауап алғысы келеді. Алайда әлгі компанияның өкілі айтады, маған орысша жауап берген ыңғайлы дейді. Алайда депутат одан әрі өзінің талабын орындатпақшы болып, енді қазақша білесіз ғой, қазақша жауап берсеңізші десе, жаңағы кісі айтып отыр, менің жұмысымның сапасы маңызды ма сізге, әлде менің қазақша сөйлегенім маңызды ма деді. Ал бұған не дейсіздер? Оның мысалы қандай да бір компанияның немесе белгілі бір шенеуніктердің бізге қазақша сөйлегені маңызды ма, әлде оның жұмысының сапасы маңызды ма? Әрине бұл күрделі сұрақ. Өйткені біз қазіргі кезде мойындасақ та мойындамасақ та, қазіргі кезде Қазақстанда орыс тілінде де өз ойын ашық айтып, биліктің былықтарын ашып жүрген талай адам бар, қоғам белсенділері. Оны өтірік дей алмайсыз. Сонымен қатар мысалы қоғамдағы өз ойын орыс тілінде жеткізетін адамдар да бар, қазақша жеткізетін адамдар да бар. Бізге ондай адамдардың қазақша сөйлегені маңызды ма, әлде жұмысының атқаратын өзінің саласы бойынша сапасы маңызды ма, атқарған жұмысының? Бір ғана мысал айтайын сіздерге, Жәкішевті танымайтын қазақ жоқ шығар деп ойлаймын өз басым. Сол Мұхтар Жәкішев ағамыз орысша сұхбат береді, орысша өз ойын жеткізеді. Бірақ Мұхтар Жәкішевтің қазаққа сіңірген еңбегін сіз де жақсы білесіз деп ойлаймын. Шындық үшін арпалысты. Осындай адамдар бар елімізде. Өз ойын орысша жеткізгенімен елдің, халықтың жағдайын ойлап шырылдап жүрген. Ал енді сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Расында да бізге бұндай адамдар, мысалы, бұндай диалогтар өте жиі болып жатыр біздің елімізде. Оны өздеріңіз де білесіздер. Орысша сөйлеген ыңғайлы, бірақ жұмысы жақсы атқаратын адамдар. Бізге жалпы жұмысты жақсы атқарғаны керек па оның? Әлде қазақша сөйлеген керек па? Қалай ойлайсыздар?